Қайырлы күн оқырмандар, сіздермен Ұлжанай. Бүгін біз үй жағдайында лагманға арналған қамырды дайындап үйренетін боламыз. Ең алдымен салқын суға тұз, жұмыртқаны қосып, жақсылап тұрып, тұз ерігенше араластырып аламыз. Содан соң осы араласқан массаны ұнға қоса отырып, жайлап қамыр илейміз. Осылай 2-3 бөліктерге бөліп, қоса отырып араластырып қамырымызды илейміз. Егер де ол аз болатын болса, тағы да қосымша салқын су қосып жіберсеңіздер болады. Яғни өзіңіздің ұныңыздың суды қабылдауына байланысты. Қосымша су қажет болса қосып, осылай жақсылап эластикалық қамыр шыққанға дейін жақсылап илейміз. Мінекей қамырымыз біркелкі болып дайын болды. Енді оны целлофанға салып, 30 минутқа осылай бетін жауып қалдырамыз. 30 минут өткеннен кейін оны қайтадан алып, осылай бір рет басамыз да, мінекей осылай біркелкі эластикалық, яғни қамыр болуы қажет. Одан кейін қайтадан оны целлофанға салып, тағы да 30 минутқа қалдырамыз. Содан соң дайын қамырды целлофаннан алып, осылай тақтайдың үстіне қоямыз, және де оны жаюға кірісеміз. Оқтаумен қалыңдығы осы видеодағыдай шамамен 1,5-2 сантиметр қалыңдық болатындай етіп қана жаямыз. Яғни қатты жұқа етпейсіз, және қатты қалың емес. Мінекей мен видеода көрсеттім. Дәл осындай қалыңдықта 1,5-2 сантиметр болуы қажет. Содан соң оның үстіне сұйық май, яғни күнбағыс майын осылай щеткамен жағып шығамыз. Біркелкі етіп барлық жеріне, және де оны бірнеше осындай жіңішке бөліктерге кесіп бөліп шығамыз. Содан соң әрбір дайын бөлшекті алып, осылай целлофанға реттілікпен орналастырып шығамыз. Қамырдың бетіне сұйық май жағылғандықтан олар жабыспайды. Сол себепті алаңдамай, осылай бір-бірінің қасына жақын етіп орналастыра берсеңіз болады. Егер де сыймай қалған жағдайда, яғни целлофанға бір қатарға, онда үстіне қайтадан кішкене сұйық май жағып жіберіп, осылай етіп 2 қатар қылып үстіне де орналастырсаңыз болады. Мінекей барлығын орналастырдым. Енді бетін жауып, оны 15-20 минут уақытқа тағы да қалдырамыз. 15-20 минут уақыт өткеннен кейін, оны каждай бөлікті алып, осылай етіп ұзынша созамыз. Қатты жіңішке болмауы қажет, дәл осы видеодағыдай қалыңдықта болады. Содан кейін дайын кішкене бөлшектерді алып, тарелканың үстіне сұйық май жағамыз да, оны ортасынан бастап, осылай айналата отырып, спираль секілді барлығын орналастырып аламыз. Және де үстіне қайтадан сұйық май жағамыз. Содан кейін келесі бөлікті алып, оны да дәл сондай қалыңдықта жайып аламыз да, солай спираль етіп, барлығын бір-бірінің реттілігімен орналастырып шығамыз. Және де әрқайсынан кейін міндетті түрде сұйық май жағуды ұмытып кетпейміз. Яғни бетіне сұйық май жағып отырамыз. Мінекей барлығы дайын болды. Енді әрбір қамырды жіңішке етіп созуға кірісеміз. Манағы ең бірінші салған бөліктен, яғни ортасынан бастаймыз. Содан кейін осылай видеода көріп тұрғаныңыздай жіңішкертіп, шамалы жайып аламыз, осылай 2 қолдың көмегімен. Содан кейін оның 2 шеттерін біріктіре отырып, 2 қолға осылай ұстап тұрып, төменге қарай лақтыру арқылы, яғни созу арқылы қамырды өздігінен осылай оның жіңішкертіп, лагманның қамырын осылай созуымыз қажет. Мінекей видеода көрген жіңішкелікте болады. Ол үзілмеуі қажет. Осылай сіз ұстап лақтырған кезде, яғни 2 жақтан созып лақтырған кезде қамырыңыз үзілмеуі қажет. Дәл осылай барлық қамырды дайындап аламыз. Видеода көріп тұрсыздар ғой, жіңішкелігі сондай болу қажет. Қатты жіңішкертіп жіберуге де болмайды. Барлық лагманның қамыры дайын болды. Енді осылай қайнап тұрған тұзды суға оны алып саламыз, және де оны бір қайнатып жібереміз, араластырып. Содан соң қайнағаннан кейін бетін жауып, шамамен 5-7 минут уақытқа қоямыз. Сол кезде лагмандар уже пісіп дайын болады. Мінекей менің лагманның қамыры пісті. Енді оны алып осылай түсіріп аламыз да, міндетті түрде салқын суға 2-3 рет шайып, жақсылап тұрып жуамыз. Сол кезде олар бір-біріне жабыспайды. Содан кейін лагманның осы етімен араластырып, уже сіз толық тағамды дайындай аласыз. Сәттілік!